қайдағы бір қаңғыса қолындағын бере салған, не? Еще мен қолымды алып қойдым. Олай деме. Ол да бір Алланың пендесі ғой. Сен қайдан білесің оның басынан қандай жағдай өткенін? Әрине, әркімді Алла өзі есіркесін. Енді мұңайып қарап отырған соң жүрегім шыдамады. Жаным ашып кетті. Ой, қойш. Әйтеуір сенің ақ бәріне жаның ашитта жүреді. Оның басынан қандай жағдай өткеніне шаруам жоқ. Мұндай күйге түскеніне өздері кінәлі. Мүмкін. Одан шықтық бері қарай. Мен келе жаттық. Бауырым, бір штук темекі көресің ба? Не дейсің? Айып етпесең бір штук темекі көресің ба? Айып етсем ше? Не ғой, қандай темекі шегесің? Мальборо ма, парламент? Маған бәрібір. Таңдамайтын жақсы екен, е? Онда Мальборо берейін саған, бауырым. Шекпек қоясың ау, бауырым сен? Денсаулығыңа зиян ғой. Сартай? Мәссаған мынау Сартай емес па? Түрі не болып кеткен, Құдай-ау? Қаладағы мен деген миллионер жігіттердің бірі еді. Басқа дәл Сартайды мұндай күйге түседі деп ойламаппын. Бауырым, 5 минутқа бола ма сен? Я не ол.
Әрине білем, менің қасыма ешкім отыра қоймайды. Бірақ сенен өтінерім, аз ғана уақытыңды бөлші. Жай ма? Көп уақытыңды алмаймын. Айта беріңіз. Адамдарға айтатын аманатым бар еді. Айта беріңіз. Менің адам санатынан кеткелі қашан мені кім тыңдай береді дейсің. Сені күніге мына жерден өтетіңді көріп, ішімдегіні өзіммен алып кетпейін деп саған айтып кетейін деген едім. Мен де ана құрсағынан бейкүнә сәби болып туылдым. Бақытты балалық шақты бастан кештім. Жастық шақтың да бақытты толы қызықты кезеңдерін көрдім. Мектепті де жоғарғы оқу орындарында жақсы бітірдім. Ата-анам марқұм менен үлкен үміт күтті. Сол үмітті арқалап үлкен өмірге аяқ бастым. Қажырлы еңбегімнің арқасында биік белестерді де бағындырдым. Үлкен қызметтерде болдым. Алла тағала маған барлығын берді. Қызмет, мансап, сұлу жар, перзент, кімсің сәке болдым. Ішкенім алдымда, ішпегенім артында болды. Бірақ сол бақытты мен көтере алмадым. Ағылып жатқан есепсіз дүние мені тура жолдан арастырды. Ішкілік, қыз-қырғын, казино менің өмірімнің мәніне айнала бастады. Отбасымның берекесі кетті. Құмар ойынға барымды тіктім. Барымнан айырылдым. Менің күйігімнен ата-анам кетті о дүниеге. Адам болмайтынымды біліп, отбасымды тастап кетті. Ақшаны уыстап шашып, ішкен арағыма мәз болып, қатын-қалашпен жүріп, өзімше шалқып өмір сүрген өмірімнің нәтижесі. Мінекей бауырым, осы болды. Сондықтан адамдарға айтарым, ойланыңдаршы. Менің жағдайыма түсіп кетуден сақтаныңдаршы. Өмірдегі әрбір қадамды абайлап басып, не нәрсені болсын қадірін біліңдерші. Бұл жалғандағы ең үлкен бақыт ата-ана мен отбасына ие болыңдаршы. Айналайын адамдар, сіздерден соны өтінемін. Менің қателігімді қайталамаңдаршы. Тағдыр деген өте нәзік шын тәрізді. Bir сындырып алсаң, қайта жиналу қиын екен. Оған көзім өте кеш жетті. Өкінгеннен не пайда? Уақытты артқа айналдырамайсың. Сол үшін айналып кетейін. Адамзат, қателеспеңдерші.